адамның адам болып қалыптасуында діннің рөлі өте маңызды. Неге? Өйткені адам екі денеден жаратылған. Мына физикалық дене тән және адамның рухы, рухани әлемі. Екеуінің де азығы бар. Тәннің азығы өте маңызды болғандай, жанның да азығы маңызды. Ол Аллаға иман келтіруден басталады. Аллаға сенген адам, жаратушысын таныған адам әрқашан адамдықтың ең үлкен қасиеттеріне ие болуға талпынады, тырысады. Және соның жолында жанкештілікпенен, соның жолында табандылықпенен, қайсарлықпенен әрекет етеді. Адам болып қалу үшін, адам деген атқа лайық болу үшін. Мен осының бәріне қозғаушы күш ол Аллаға деген сенім, иман. Және одан кейінгі тұратын нәрсе ізгі амал. Ізгі амал болу керек. Бұл да дініміздің адамның адам болып қалыптасуындағы маңызды бір фактор ретінде ұсынады. Адамға сабырлық керек дейді дініміз. Адам сабыр танытып әрбір істе байсалдылық танытса, салқынқандық танытып, әрбір істе соңына дейін табанды болса, онда ол көптеген жетістікке жетеді, адамдық қасиеті артады.